Сәлем достар. Мен 22-ші балабақшадағы Сәлибе қыз Айшамын. Бүгін біз анашым екеуміз паркқа келдік. Бұл аршалар. Мынандай аршалар, олар шұрша сияқты. Бірақ ол шұрша деп ойламаңдар балалар. Мынау да өскен үлкен арша ағашы. Бұл ит мұрын деген иттің мұрнын жырып алып қызылға бояды деп ойламаңдар. Бұл жай ит мұрын жеміс жидек. Бұл құстың ұясы. Мен мынау жидекті ұясына салып қоям. Бұл нәрсені құстар жейді. Күнде асқабақтар пысады. Ол асқабақтар пайдалы. Мынау үлкен қияр емес. Түрлі асқабақтар болады. Раушан гүл екен, иісі күшті екен. Негізі ақбұлым бар екен. Мынандай әдемі. Суда өскен гүл тұңғиық деп аталады. Өте әдемі.